Алыс далада жел қайта-қайта ескі әндерін шырқайтын жерінде Теміржан деген бала өмір сүріпті. Ол бөрі жігіт руының көсемінің ұлы еді. Бірақ тағдыр оған қатыгез болып шықты. Бір күні жаулар олардың руына шабуыл жасап, Теміржанның әкесі шайқаста қаза тапты. Жетім қалған бала анасымен және кіші бауырларымен бірге даланы кезіп, жауларынан қашып, жаңа қоныс іздеумен болды. Бір күні аштық олардың тұрақты серігіне айналғанда, Теміржан алыстан сұр қасқырды көрді. Ол биік таудың үстінде отырып, балаға көз тіккен еді. Теміржан оған жақындады. «Ашсың ба?» деп сұрады қасқыр кенеттен, таза адамның даусымен. Теміржан таңғалып, аңға тағзым етті де жауап берді. «Бәріміз ашпыз, бірақ мен күшті болуым керек, мен беріле алмаймын». Қасқыр басын изеді. «Онда менімен жүр», деді ол. Теміржан сақтықпен аңның артынан ерді. Қасқыр оны бір үңгірге алып барды да, онда жаңа өлтірген бұғының өлігі жатқан еді. Ол олжаны Теміржанға ұсынды. Ал Теміржан қасқырға былай деді: «Сен қазір көмектестің, бірақ содан кейін не істеймін мен?» деп сұрады ол. «Күшті бол, сен адамдарды соңынан ерту үшін туғансың. Ұмытпа, қасқыр жалғыз аң ауламайды, бірақ ол ешкімнің артынан да ермейді. Ол басшылық етеді», деді аң, және түн түнегінде жоқ болып қалды. Сол түннен бастап Теміржан өзгерді. Ол енді қорықпады, үйрене бастады. Ол одақтастарды тапты. Аңдардың қылығын бақылап, дала жыртқыштарының қалай аулайтынын зерттеді. Бірнеше жыл өткен соң бала ер жетті. Өзінің жанына өзімен тағдырлас адамдарды жинады. Бір күні ол Жанмұха есімді адамды кездестірді. Бұрынғы досы енді қарсыласы еді. «Сен көсем болғың келе ме?» деп күлді Жанмұха. «Бірақ сен әлі де үйсіз қалған бала сияқтысың». «Мен үйімді жоғалтқан жоқпын», деді Теміржан сабырмен. «Менің үйім дала, және мен онда өмір сүруді үйрендім». Көп ұзамай бүкіл дала Теміржан туралы айта бастады. Оның әскері көбейді. Дұшпандары оның атын естігенде қорқатын болды. Ол жай ғана шайқасқан жоқ. Ол бөлінген тайпаларды біріктіріп, дала бұрын соңды көрмеген күш құрды. Ақыры ол бұрын қасқырды алғаш рет кездестірген тауға шыққанда, оның алдында мыңдаған адам тізе бүкті. Олар оның сөзін күтті. «Осы күннен бастап біз бір-бірімізбен шайқаспаймыз. Біз бір халық боламыз, мәңгі ел деп аталамыз», деді ол. Даладағы адамдар оның сөзін жаңғырықпен қайталады. «Мәңгі ел,
мәңгі ел. Осылайша ұлы дәуір басталды. Ал жетім атанған бала бүкіл даланың билеушісіне айналды. Бірақ ең тыныш түндерде ол әлі де қасқырдың ұлығанын еститін. Ол оған кім болғанын және кімге айналғанын еске салатын.